Сәлем достар, бүгін сіздерге мақта бүршіктерінен бірнеше ойын түрлерін көрсететін боламыз. Бірінші ойынымызда мақта бүршіктерін түтікшелерге кіргізу арқылы баланың сенсорлық моторикасын дамытамыз. Дәл осы ойында мақта бүршіктерін түрлі түсті етіп бояп, түтікшелерді түс-түсіне қарай ажырату ретінде берсеңіз болады. Келесі ойынымызда A4 форматындағы қағазымызға бірнеше пішіндерді салып, түрлі түсті етіп бояп, мақта бүршіктерін сол бойынша орналастыру. Үшінші әдісімізде қолдан мозаика жасайтын боламыз. Алдымен пластмасса қорапшасына пішін беріп, кесіп аламыз. Мақта бүршіктерін бірнеше бөліктерге бөліп, сол тесік бойынша жинап шығамыз. Бұл ойын түрлерінің барлығы төзімділікті үйретеді. Балаңызға тапсырманы беріп, асықпай отырып шай ішсеңіздер болады. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.